Ал енді шкатулкамыздың сыртын қаптауға материал кесіп алатын боламыз. Оған бізге жұмсақ мынандай метр керек болады. Енді шкатулкамыздың ішкі бөлігінен айналдырып өлшеп аламыз. Ішкі бөлігінен айналдырып алғанда 55 сантиметр, ал енді екінші бөлігінен аламыз. Екінші жағынан 50 сантиметр, яғни шкатулкамыздың үстіңгі бөлігіне 55-те 50 размерлі материал керек болады. Ал енді астыңғы бөлігін өлшеп аламыз. Оны да солай ішкі бөлігінен айналдырып өлшейтін боламыз. Астыңғы бөлігіне бір шетіне 65, ішкі бөлігіне 65 сантиметр. Ал енді екінші жағынан 60 сантиметр. Осылай өлшеп алдық. Енді астыңғы бөлігіне, яғни 65-те 60 сантиметр материал керек болады. Енді материалымызды 65-те 60 қылып өлшеп кесіп аламыз. Астыңғы бөлігіне 65-те 60, үстіңгі бөлігіне 55-те 50 қылып материалымызды дайындап аламыз. Ал енді материалымызды вышивкаға дайындаймыз. Вышивкаға дайындамас бұрын ақ матамыздың астына қосымша хабы, кейбір жерлер бөз дейді, қосымша мата салып жібереміз. Матамыз сонда қатты болып тұрады, сосын вышивкамыз әдемі түсетін болады. Екіншіден, астыңғы бөлігіне вышивка салынбайды, бірақ міндетті түрде ақ матаның астына қосымша жаңағыдай хабы мата салып жіберген дұрыс болады. Өйткені қорапты қаптаған кезде қораптың сыртында ағаштың түсі, қоңыр түс, қара түстері ақ матаның сыртына көрініп қалатын болады. Сондықтан көрінбес үшін қосымша ақ мата салып жіберсек, сырты аппақ болып жақсы көрінетін болады. Сондықтан астына да үстіне де мата қосып салып жіберген дұрыс болады. Ал енді темный материалдар, қара, қоңыр түсі маталарға болатын болса, оларға астына қосымша мата керек емес. Енді вышивкамызды бастаймыз. Пяльцаға отырғызбастан бұрын ең бірінші матаның ең бірінші ортаңғы бөлігін тауып алу керек.
Енді вышивка әдемі түсу үшін астына бір қабат салафан салып жібереміз. Сонда вышивкамыз әдемі түсетін болады. Өйткені мына велюрдің үстіндегі түктері вышивка жасап жатқан кезде жаңағы жіптің үстіне шығып кетеді де, вышивка әдемі көрінбей қалады. Әдемі көріну үшін осындай бір қабат қарапайым салафан салып жіберетін боламыз.